Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз қазақ тіліндегі кейбір сөздердің дұрыс қолданылуы. Кейбір жағдайда ауызекі сөйлеу тілінде қазақ тіліндегі кейбір сөздер әртүрлі нұсқада қолданылып жатады. Мәселен, барлықтарыңызға емес, баршаңызға, барлығыңызға. Өйткені барлығыңыз деген, баршаңыз деген сөздің өзі көптік мағына береді, сондықтан оған тар-тер, дар-дер, лар-лер көптік жалғау дұрыс емес. Сол үшін барлықтарыңызға емес, баршаңызға, барлығыңызға деп қолданамыз. Рез емес, рет. 1 рет, 5 рет, 10 рет. Жалпы ауызекі сөйлеу тілінде көп кездеседі балдар деген. Балдар емес, балалар. Күлкінішті емес, күлкілі. Қолбақ емес, қолғап. Мен ойлаймын емес, менің ойымша, меніңше. Себебі мен ойлаймын деген орыс тіліндегі я думаю деген сөздің тікелей аудармасы. Менің ойымша, меніңше деп айтқанымыз абзал. Американдық емес, америкалық. Итальяндық емес, италиялық. Келесі қарастыратын мәселе керек және қажет модаль сөздері. Жалпы қазақ тілінде керек, қажет модаль сөздері етістікпен тіркеспегенде жіктелмейді. Оның алдында тұрған етістік тәуелденеді. Мәселен, бару керек біз емес, баруымыз керек. Яғни керек деген модаль сөзді жіктемейміз. Келу керекпін емес, менің келуім керек. Бұл жерде керек сөздің алдындағы етістік тәуелденеді. Келу керек едің емес, келуің керек еді. Көріп отырғанымыздай, жазу керек шығарымын емес, жазуым керек шығар. Дұрысы. Айту керек сияқтымын емес, менің айтуым керек сияқты. Мен бару қажетпін емес, дұрысы баруым қажет. Яғни қазақ тіліндегі керек, қажет модаль сөздері етістікпен тіркеспегенде бұл сөздер жіктелмейді. Оның алдында тұрған етістік тәуелденеді. Баруым қажет, айтуым керек сияқты, жазуым керек шығар, келуім керек еді, менің келуім керек, баруымыз керек деп. Осы ережелерді басшылыққа ала отырып, қазақ тіліндегі кейбір сөздердің дұрыс айтылуына, дұрыс жазылуына, дұрыс қолдануына мән берейік. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.